Қазір бізде математика сабағы, кәне өзімізге жағымды көңіл күй сыйлайық. Ол үшін орнымыздан тұрайық. Кәне Сыныбымыз тап-таза, орындайық тақтада, денемізді тік ұстап, орындайық тақтаға. Өте жақсы балалар. Олай болса, қазір мен сіздерге жағдаяттарды таратай топпен жұмыс жасаймыз. Ал оқы, танысып тұрамыз, топпен жұмыс жасаймыз, топпен балалар. Ал үшінші топ дайын болсақ, кәне оқи қойыңдар. Мұрат бір сан ойлады, оны екіге көбейтіп 8 санын тапты. Ал не құрастырдың сен, және не құрастырдыңдар кәне? X көбейту 2 тең 8, X-тен 8 бөлу 2, X-тен 4 көбейту 2 тең 8, Өте жақсы, өте жақсы. Келесі екінші топ, кәне топ басшысы. Айнұр 9 санын бір санға бөліп 3 сан алды. 9 бөлу X-тен 3, 9 көбейту 3, X 9 көбейту 3, Болды, өте жақсы. Бірінші берілген оқимыз. 12 тең 12 осы. Әлі бір сан ойлаған саны 3-ке көбейтіп 12 санын алды. Онда мен мынандай құрастым. 12 бөлу X тең 4. Өте жақсы. Балалар, енді сонда бізде жағдаяттарға байланысты қандай не құрастырып шықтық? Теңдеу құрастырып. Және қандай амалдарды қолдандық? Бөлу және көбейту. Яғни біздің бүгінгі тақырыбымыз қандай екен? Арналған нелер екен? Теңдеулер. Көбейту мен бөлуге берілген қарапайым теңдеулерді шешу, көбейту мен бөлу амалдарының компоненттері, атаулары, өрнектерді оқу мен жазуда қолдану. Сабағымыздың мақсаты көбейту мен бөлуге берілген қарапайым теңдеулерді шешеді, көбейту мен бөлу амалдарының компоненттері, атаулары, өрнектері оқу мен жазуда қолданады, көбейту мен бөлу амалдарының компоненттерін, өрнектерді оқу мен жазуда қолданады. Олай болса, бірінші әдісімізді бастаймыз балалар. Балалар, келесі біздің әдіс ойлан, жұптас, пікірлес әдісі. Қазір біз топ болып отырғаннан кейін барлығымыз тапсырманы қалай дұрыс айтады. Бірге топпен орындаймыз. Тақтада төрт арифметикалық амалдарға берілген теңдеулер жазып қойды міне. Осы теңдеулерді қазір топтастырасыңдар. Міне, топпен шешеміз кәне. Топтастырып, көбейту мен бөлуге берілген қарапайым теңдеуді шешеміз. Олай болса, тапсырмамызға кірісеміз. Ал қанша топқа бөлдік? 2 топқа, біреуі бөлу, көбейту. Келесі қандай амалдар? Қосу, азайту. Өте жақсы, өте жақсы. Екінші топ. Теңдеулерді шешіп болдық па дәптерімізде? Өте жақсы. Кәне, Нұрасыл, сен қалай жазып жатсың? Өте жақсы, жарайсыңдар. Қазіргі орындалған әдіс сендерге ұнады ма? Көңілдеріңнен шықты ма? Олай болса, алдыңыздағы күлегештеріне белгілерді көрсете қойыңдар. Өте жақсы, күлегеш
отырмыз. Балалар, біздің келесі әдісіміз аламан бәйге әдісі деп аталады. Бұл әдісте алдарыңа мен, балалар, бұл жеке жұмыс. Жеке әркім өз орында орындайды. Осы қима қағаздардағы теңдеулерді шешеміз. Шыққан мәнін алдындағы бәйге аста шауып бара жатқан цифрлармен сәйкестендіреміз. Сызықшамен қосамыз. Мағлұм. Жауап берейік. 2-тен 10 бөлу 5. 2-тен 5-тен 10. 10-тен 10. 2-тен 6 бөлу 2. Сен екінші теңдеуді оқып жатсың ба? 3 бөлу 2-тен 6. Өте жақсы. Отыра ғой. Үшіншісін оқи қойсын. 2-тен 20 бөлу 5, 2-тен 4, 20 бөлу 4-тен 5, 5-тен 5. Өте жақсы, өте жақсы. Қане, екінші топтан. Тен 10, x. Тен 10 бөлу 5. X-ің мәні неге тең болды? Фасад? X-ің мәні қаншаға тең келді? Өте жақсы орындағансың, жақсы дұрыс шығарғансың. Енді осы жердегі, мына жерде бәйгеге кетіп бара жатқан аттардың ішінде 2 деген сан бар ма екен? Ол қаншасын шығады екен? Қаншасын кетіп бара жатқан? Көрсетші кәне. 2 деген саны бар. Қайсысы? Өте жақсы. Жарайсың, отырамыз. Бөлу 2-тен 6, x-тен 6, көбейту 2, x-тен 12, 6 көбейту 2, 12-тен 12. Өте жақсы. Енді x-ның мәні неге тең болды сенде? Өте жақсы. Мына жерде бәйгеде кетіп бара жатқан аттардың ішінде 12 деген сан бар ма екен? Дұрыс. Бұл жерде 12-ші ат жоқ екен, иә? Жақсы, өте жақсы. Дұрыс. Балалар, енді қазір теңдеуді шешкен кезде түсіндік па? Түсінсек бағдаршамның қызыл көзі, түсінбесек жасыл, сары көздерін көрсетейік. Қане, бағалап жүрейік. Ал балалар, біздің келесі әдісіміз ойлан, құрастыр әдісі. Бұл жерде әр топқа суреттер жиынтығын беремін. Сол суреттерге қарап сендер өз ойларына мына суреттерге қарап теңдеулер құрастырасыңдар. Құрастырған теңдеуді құрастырып болғаннан кейін кескіндеп модельдейсіңдер. Жарай ма? Түсінікті ме тапсырма? Олай болса, кеттік. Қандай теңдеу құрастырдық? 5 бөлу x-тен 20, x-тен 20 бөлу 5, x-тен 4, 5 бөлу 4-тен 20, 20-тен 20. Өте жақсы. Құрастырған теңдеуінде құрастырған қателіктер бар. Және 5-ті бөлдің x-қа. Мәні қанша шықты? Мейіржан көрші кәні. Дұрыс па екен бұл? Осылай теңдеу құрастырамыз ба? 5-ті бөлгенде x-ке 20 шыға ма? Тағы ойланып, тағы құрастырalım. Қане модель дегенімізді көрсетейік. X бөлу 4-тен 1, x-тен 4 бөлу 1, x-тен 4
тең 1. Өте жақсы. Ал модель бойынша Асылхан үлгермедің ба, қаны? Мен ұшақ салып жатырмын. Ұшақтың моделін не істеп жатсың? 4 бір ұзын шашы жасап салып жатырмын. Өте жақсы, отыра ғой. 3 көбейту x тең 9, x тең 9 бөлу 3, x тең 3 көбейту 3 тең 9 тең 9. Өте жақсы. Ал кескінге не жасадыңдар? Болмаса модель жасадыңдар ма, қаны? Ал түсіндіріп өте ғой, Раян. Әуедегі көлік неше ол 2, судағы көліктер 2, жердегі көліктер 3. Өте жақсы. Барлығы суретте неше көлік бар екен сонда? Неше? 7 көлік бар екен. Өте жақсы, отырамыз. Қазіргі біздің орындаған жұмыстарымызды мынау бірінші топ. Қалай орындапты, қаны? Баға берекші, екінші және үшінші топ. Жақсы ма? Орындағаны? Мержан, қандай баға беріп отырсың сен? Орындағаны? Тыңдамай, сен түсінбей қалдың ба? Өте жақсы. Ал екінші топты бағалаймыз. Бірінші және үшінші топ. Екінші топына Айша, Мөлдірге қалай жауап берді? Өте жақсы балалар. Барлықтан. Және сен өз бағаңды берші. Жақсы. Ал үшінші топты бағалаймыз. Бірінші және екінші топ. Нұрсұлтан неліктен ондай баға беріп отырсың? Өте жақсы балалар. Енді келесі сабағымызды қорытуға. Бүгінгі сабақтан нені меңгердік? Соны жазайықшы. 3-ақ сөйлеммен жазамыз. 3-ақ сөйлеммен. Жарай ма? Қане, 3 сөйлеммен бүгінгі сабақты біз қалай меңгердік? Нені түсіндік? Түсінбей қалған жерлері болды ма? Соны 3 сөйлеммен жазамыз. Ayşe ayta ғой. Қане, оқып берсіз жазғанды. Мен бүгін теңдеу шешіп үйрендім. Топпен бірге жұмыс жасадым. Ол маған қызық болды. Өте жақсы. Қанша сөйлем жаздың? Өте жақсы. Отыра ғой. Мен бүгін теңделерді шығардым. Топтық жұмыс жасадым. Көп нәрсе үйрендім. Бөлім көбейтуді үйрендім. Маған бәрі ұнады. Өте жақсы. Келесі Мөлдір. Мен бүгінгі сабақты өте жақсы меңгердім. Көптеген тақырыптарды үйрендім. Топтық жұмыс маған өте қатты ұнады. Өте жақсы. Қанша сөйлем жаздың? 3. Өте жақсы. Отырамын. Мен бүгін көбейту бөлуді үйрендім. Маған математика сабағы ұнады. Және топтасып жұмыс жасаған ұнады. Өте жақсы. Отырамын. Ал балалар, бізде қазір жаратылыстану сабағы. Алдымен өзімізге жақсы көңіл күй сыйлап алайық. Ол үшін орнымыздан тұрып, қолымыздан болайық бәріміз жарасып әніміз. Тыныштықты сақтаймыз, атсын күліп танымыз. Балалар, қазір бір-біріміздің қолымыз арқылы жүрегімізден ыстық, жылы күйімізді жіберейік қана. Бір-бірімізге жақсы көрсетіңіздер. Қазір менің алдыма келіп, әр топтан бір адамнан келіп, қима қағаздарды аламыз. Сөйтіп тобымызбен құрастырып шығарып. Шыққанын анықтап
Суреттен не шықты? Су шықты, баклажкадағы су. Өте жақсы. Олай болса, бірінші топ зерттеушілер тобы, екінші топ факторлар тобы. Міне топтарымыздың аты осылай болды. Тамашалап болсақ, қазір осы серпіл доп әдісі арқылы қазір сендерге мен сұрақ қоямын, жауабын бересіңдер, иә? Қазір біз көрген, тамашалаған мультфильміміз не туралы екен? Тұрып жауап берейік. Жаңа біз көрген мультфильм магнит туралы. Магнит өзін темірден жасалған заттарды тартады. Өте жақсы жауап, кәне. Ильястың жауабына шапалақтап қояқшы, кәне. Келесі факторлар тобына сұрақ. Магнит туралы сен бұрыннан білесің бе? Магнит туралы мен бұрыннан білемін. Магнит өзіне қарай темір заттарды, судың астындағы темір заттарды өзіне қарай қатты тартады. Өте жақсы. Ал балалар, сендерге қай топ керемет жауап беретін қазір көреміз. Келесі сұрақ. Ал, Даяна жауап бере ғой. Магниттің бізге пайдасы бар ма екен? Оның бізге пайдасы бар. Ол біздің... Мысалға, ине жоғалтып қойдың ал? Ине жоғалтып қойдым. Бірақ оны магнит арқылы іздеп жүріп, магнитті алдыға созып жүріп, оған жабысып қалып, тауып алдым. Өте жақсы. Жақсы ойын. Дұрыс балалар. Олай болса, біздің бүгінгі жаратылыстанудан өтетін сабағымыз магнит не үшін керек? Қолдану аясын сипаттау, эксперимент жүргізу және оның нәтижелерін кестеге түсіру. Сабақтың мақсаты эксперимент жүргізу арқылы магниттік қасиеттер бар денелер анықтайды, кестеге жазады. Магниттің пайдалану салаларын сипаттайды, эксперимент нәтижесі бойынша қорытынды шығарады. Бағалау критерийі магниттерді қолдану аясын сипаттайды, тәжірибе жасайды және оны кестеге жазады. Келесі біздің әдісіміз топтас, талда, бөліс әдісі. Бұл жерде мен сендерге қазір түрлі магниттер беремін алдарына. Бұл топтық жұмыс балалар. Осы жерден осы магниттердің күші
мына темірлерге тартып зерттеп көрейік. Қай магнит қандай темірді жақсы тартады екен? Мержан, қатысты Мержан, саған магнитке бар ма? Тұр ғой енді, бәрін жинап ал. Енді болжам жасаймыз. Қандай темірді жақсы тартады? Асылхан жауап бере қойшы. Магнит туралы айтшы. Бұл магнит өте Тыңдаймыз, Асылхан жауап. темірлерді тартатын құрал. Бұл су астындағы темірлерді тартатын құрал. Тағы не айта аласың? Бір-біріне қарама-қарсы көрдіңіз магниттерді? Жоқ, мен. Көрші кәне, қалай болады екен? Көрдіңдер ма? Бір-біріне қарама-қарсы қаратқан кезде магниттерде қандай күш пайда болады екен? Бір-бірін не істейді екен олар? Тебеді. Дұрыс айтасыңдар, өте жақсы. Келесі. Кәне, бұл топтан айтамыз. Бірінші топты зерттеушілер тобын тыңдаймыз, кәне, қатысушылар тобы. Магнитқа қайшы жапсақ, өйткені қайшының қиятын жері темір. Сол жерге жапсыру арқылы олар жабысады. Және магнитті бір-бірлеріне жабыстырған кезде олар бір-бірлеріне жабыса алмайды екен, бір-бірін себеді. Өте жақсы. Бағалауымыз лайк басу деп аталады, иә? Лайк басу деген сөзді қаяқтан естіп жүрміз басқа? Тиктоктан. Иә, телефоннан көбінесе әлеуметтік желіден, иә? Олай болса, бізде міне зерттеушілер тобы және тақырлар тобының жауаптарына өз лайктарыңды баса қойыңдар. Бірінші топты жауабын қалай бағалайсыңдар? Болды, балалар. Келесі бағалауда да жабыстырасыңдар. Келесі біздің әдісіміз топтық жұмыс зертте. Ыдыс ішінде, міне, ыдыс ішінде су бар. Осы судың ішінде мен темір заттарды салдым. Қолдарымызды су қылмай, осы темір заттарды магниттің көмегімен қолымызды су қылмай шығарып алуға бола ма? Яғни зерттеу жұмыстарын жүргізіп көреміз. Бірақ ал қай топ дайын? Белгіңізді топ дайын екен? Жауап бере қойыңдар. Қазіргі мына стақандағы мынау темірлерді магниттің арқасында шығарып алдым. Өте жақсы. Кәне, мөлдірдің жауабына шапалақтап қояйық. Ал бірінші топ. Магнит арқылы кілтті ұстап, одан кейін жаңағы мынау ені алдырсын шегені. Сөйтіп олар өзі тартылып бірге алынды. Ал балалар, осы жүргізген зерттеу жұмысымызда біздің қандай нәтиже қорытынды шығарсаңдар болады? Кәне, кім айтады? Ал, Ильяс айта ғой. Судағы заттарды біз магнитпен аламыз. Магнит өзінен темір заттарды тартады. Магнитпен біз темірлерді аламыз. Өте жақсы. Мысалға, елестетейікші, үлкен көлдің түбінде бізге керекті темірлер бар. Мысалға, темір өндірушілер. Олар қалай шығарады? Магнитпен. Дұрыс айтасыңдар. Үлкен магниттің көмегімен судың түбіндегі заттарды шығарды. Я, осы жерде магниттің пайдасы бар екен? Я, өте жақсы. Келесі әдісімізге көшеміз. Ал келесі тапсырма балалар, сендерге мына жердегі суреттерді беремін. Топ бойынша жұмыс жасаймыз. Осы жердегі суреттерде магнитке қатысы бар істі, қоршап және ол туралы айтып береміз. Өте жақсы кәні. Біздің тақырлар тобымыз болыпты, жауабы дайын екен. Зерттеушілер тобы тыңдаймыз. Бітті, кәні? Бірінші болған топты тыңдайыз. Айта ғой, кім айтады сурет туралы? Ақнұр айта ғой.
Айтамын, суретте. Қайсысын белгіледің? Қай номерлі суретті белгіледің? Қайсы? Номері? Номері 4. Ол жерден не көріп тұрмыз кәні? Толық айта қойшы сол туралы. Магниттен темірді тартып алды. Өте жақсы. Жұмыс жүргізіп, Жұмыс жүргізіп, темірді тартты. Зерттеушілер тобы сендерге естіліп тұрма жауабы? Келесі. Бірінші суретте бірінші сурет. Міне бірінші суретте магнитпен ауыр темірлерді алып көтеріп жатыр. Ал төртінші суретте компаспен көріп жатыр. Компас магнитпен жасалады. Өте жақсы жауап, Ильястікі. Ал балалар, келесі әдісте біз тәжірибе жүргіземіз. Сендерге әр топтың ортасына белгілі заттардың бәрін қойып қойдым. Осы заттардан мынандай кесте беремін. Міне кесте, екі топқа да бірдей. Заттың атауын жазасыңдар да тәжірибе жасайсыңдар. Ол зат мынау магнитке тартылып жабысады ма екен? Егер тартатын болса, мына жерде плюс, ал тартылмайтын болса, минус таңбасын қойып шығады. Және соңында тәжірибе нәтижесі бойынша қорытынды пікірлерді жазыңдар. Қазық магнитке тартылады, қайшы магнитке тартылады, шеге магнитке тартылады, қалам тартылмайды, ручка тартылмайды. Өте жақсы тәжірибе жүргізіпсіңдер. Енді келесі екінші тобымызды тыңдайық. Магнитке тартылады, шеге магнитке тартылады, қалам тартылмайды, ручка тартылмайды, қайшы тартылады, кілт тартылады. Өте жақсы кәні. Енді балалар, осы жасаған тәжірибелеріңнен қандай қорытынды шығардыңдар? Магнитке сонда қандай құрамында нелері бар заттар тартылады екен? Темір заттар. Өте жақсы. Магнитке қандай заттар ғана тартылады екен? Темір заттар тартылады екен. Ал балалар, бүгін осы жаратылыстану сабағымыз мына доппен бастағанбыз, Енді осы доппен аяқтайық кәні. Ол үшін доп қазір қай топқа түсіп, сол топтың бір мүшесі өзінің осы сабақтан алған әсерін айтсын. Жарай ма? Ал Айша, сен достың айтамын кәні. Бүгінгі сабақтан қандай әсер алдың? Саған ұнады ма? Білгің келетін нәрсе бар ма? Или бәрін білдің ба? Кәне? Мен бүгін жаратылыстану сабағынан бәрін үйрендім, бәрін білдім. Магнитті темір зат тартады екенін білдім. Маған топпен жұмыс істеген қатты ұнайды. Өте жақсы. Кім айтқысы келіп отыр екен? Ал, Даяна, сен тосып алдың ба? Айта қояйық. Мен бұл жаратылыстанудағы маған ұнағандары суреттегі қай магнитті тапқанымыз және де судағы магнитті алғанымыз ұнады. Өте жақсы. Саған жасаған зерттеу жұмысы ұнады ғой, Олай болса, балалар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Сау болыңыз.